Сәлем достар, менің есімім Фатима, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін етна оюларды қалай жасаймыз, сіздерге соны көрсетемін. 15-15 өлшемді қағаздарды қиып дайындап аласыздар. Бұл өлшем бізге 16-16 құрақтармен бірге үйлестіріп тігуге өте ыңғайлы келеді. Қазір біз күн тәрізді ою сызамыз. Сызған кезде қолыңызға ерік беріңіздер. Ішкі жағынан бастап сыртқа қарай дөңгелек шеңберлерді сызып шығасыздар. Сырттан ішке қарай сызатын болсаңыздар, размерлеріңіз дұрыс шықпай қалады. Сол себепті іштен сыртқа қарай сызамыз. Аралары теңдей болғаны жақсы, қатты жіңішке немесе қатты жуан болып кетпесін. Осылай спираль тәрізді сызып шығамыз. Енді күннің шуағы сияқты осындай бұрыштарында сызамыз. Міндетті түрде қатты суретке мән бермеңіздер. Сәл узоры, бейнесі келсе болғаны. Бұл етна оюлар, сондықтан қатты бұрышталып кетпесін. Зигзагпен тіккен кезде бізге өте ыңғайлы болады. Егерде сіздер қатты бұрыштар жіберетін болсаңыздар, онда зигзагтарыңызбен тіккен кезде жұмыстарыңыз сапасыз шығып қалады. Енді мынауымыз тұмарша. 3 бұрышты сызып аласыздар. Тұмаршаның ақырындап төмен жақтарын келтіресіздер. Енді ортасында да сәл кішкене өзгеріс енгізсек болады, осылай. Енді арқардың бейнесін келтіреміз. Енді 4 бұрышты қағазымызды 3 бұрыштап бүктеп аламыз да қошқар мүйізді ою сызып шығамыз. Енді барлық сызған оюларымызды қиып шығайық. Оюларымыз ұзаққа шыдау үшін бетін скотчтап қиып дайындап алсаңыздар, ұзаққа шыдайды, жыртылып қалмайды. Мен өзім солай пайдаланамын. Егерде ликалары қажет десеңіздер, мен телеграм каналымның сілтемесін астына, осы YouTube каналдың астына жазып қоямын. Сол жерден кіріп өздеріңізге жүктеп алсаңыздар болады. Алдағы уақытта осы етна оюларды қалай тігеміз, басқа да құрақтар, сабақтары сіздермен бөлісетін боламын.
Мінекей біздің оюларымыз дайын. Сіздер де жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.